Феохроматостома дегеніміз кризді ағымды клиникалық қатерлі артериялық гипертензиямен көрініс беретін, қанда катехоламиндердің шектен тыс өндірілуімен сипатталатын ауру. Қалыпты жағдайда симпатикалық жүйке жүйесі мен бүйрек үсті безінің мыйлы қабатындағы хромофинді клеткалардың эмбрионалды шығу тегі ортақ болады. Сондықтан олар өздерінен адреналинді және норадреналинді бөледі. Бірақ феохроматостома кезінде осы адреналиннің және норадреналиннің бөлінуі шектен тыс мөлшерде болады. Енді этиологиясына келетін болсақ, біріншісі ол гендік мутация нәтижесінде болады. Гендік мутацияның әсерінен бағынбайтын клеткалардың бөлінуі жүреді және олар орталық жүйке жүйесіне бағынбайды. Бүйрек үсті безінің мыйлы қабатын зақымдай отырып, олардан катехоламиндерді көп өндіре бастайды. Ал катехоламиндердің көп өндіруі бұл тамырлардың тарылуына алып келеді де, ол артериялық қан қысымының жоғарылауына, яғни артериалды гипертензияға алып келеді. Артериалды гипертензия бұл феохроматостоманың негізгі клиникалық көрінісі болып табылады. Келесі этиологиясы ол бүйрек үсті безілік деп аталады. Бүйрек үсті безілік бізде бүйрек үсті безі қыртысты қабаттан және мыйлы қабаттан тұрады. Осы мыйлы қабатындағы хромофинді клеткалардың аденомасы, яғни ісігі кезінде мыйлы қабат зақымданады да катехоламиндерді шектен тыс өндіре бастайды. Одан кейін келесі ол бүйрек үсті безінен тыс. Бүйрек үсті безінен тыс неге аталған? Себебі хромофинді клеткалардың орналасуына байланысты. Хромофинді клеткалар тек қана бүйрек үсті безінің мыйлы қабатында емес, сонымен қатар симпатикалық ганглияларда және де аорта бифуркациясы тұсында орналасады. Сондықтан да бұл бүйрек үсті безінен тыс деп аталады. Симпатикалық ганглия кезінде ол бірінші N-рецепторға, N-рецептор ацетилхолиндердің өндірілуіне, одан катехоламиндердің өндірілуі жүреді. Келесі ол аорта бифуркациясы тұсында. Аортаның бифуркациясы тұсында, сонымен қатар мықан артериялары маңында хромофинді денешіктер орналасады. Осы хромофинді денешіктерді басқаша цукеркан денешіктері немесе цукеркан клеткалары деп аталады. Осы цукеркан клеткалары шектен тыс көбейетін болса, немесе осы цукеркан клеткаларында ісік пайда болған жағдайда олар катехоламиндерді көп өндіре бастайды. Осы механизм феохроматостоманың механизмі болып табылады. Енді клиникалық көрінісіне келетін болсақ, клиникалық көріністері триада түрінде көрініс береді. Оған бас ауруы, жүрек соғысының жиілеуі немесе жүрек қағуы және тершеңдік жатады. Бас ауруы көбінесе артериялық гипертензияның кризис сипаты кезінде болады. Бұл кезде систолық қан қысымы 250-ге тең немесе 250-ден жоғары болады. Одан бөлек парестезия, сонымен қатар көз көруінің бұзылыстары кездеседі және де іш қату, мазасыздық сияқты клиникалық көріністері бар.